Отбасы деген не? Отбасы сүйіспеншіліктің, құрмет пен ынтымақтастықтың ошағы, кез келген зиялы қоғамның діңгегі. Отбасы мемлекеттің іргетасы. Отбасы адам баласының өсіп-өнер, қанат жайып түлеп ұшатын алтын ұясы. Адамзат өміріндегі мейірімділік пен адалдық, адамгершілік пен тектілік секілді асыл қасиеттерді бойына жинайтын жандар, оны ұрпақ санасына қалыптастыратын ардақты әкелер мен аяулы аналар. Жанұясыз адам жеміссіз ағаш сияқты. Расында да үйлену дегеніміз өз құқығыңның жарымын азайтып, міндетіңді екі есе көбейту деген сөз. Отбасылық тұрмыс және махаббат мәселесінде қашанда адамның жалпы қабілеттері, саяси және адамгершілік тұрпаты, оның дамуы, жұмысқа қабілеті, адалдығы, өз еліне шексіз берілуі, қоғамға деген сүйіспеншілігі шешуші рөл атқарады. Ата-ана сүйіспеншілігі жас адамның адамгершілік негіздерінің пайда болуындағы ең маңызды да нәзік мәселелердің бірі. Дәстүрлі отбасылық құндылықтар дегеніміз қарт адамдардың жас отбасыға берген ақыл-кеңестері, үлгі-өнегелері мен бұрыннан қалыптасып қалған даналықтары. Қазақ дәстүрі тек қана ата-ананы, қарт-қарияларды ғана емес, жалпы адамды сыйлауға баулиды. Адам өміріндегі ең үлкен қуаныш – бала сүю. Әке мен ана болу бақыты аспаннан түсетін олжа емес. Адамға өзінің аналық немесе әкелік міндетін сезінуді жөргекте жатқан кезде-ақ үйрете беру керек. Ұлт өмірінің іргетасы, негізін салушы отбасы болса, отбасының іргетасы бала. Ал бала отбасының жылуын, қолдауын сезінгенде ғана бақытты болып ер жетеді. Отбасы бала тәрбиесінің ең алғашқы баспалдағы. Оның ер жетіп, бой жетіп өсуі, бойындағы алғашқы адамгершілік қасиеттерінің белгілері отбасында қалыптасады. Демек, отбасы бала бойына ұлттық құндылықтарды қалыптастырудың қайнар бұлағы, бастауы. Әр үйде балалар санасына ұлттық құндылықтарға деген көзқарастар жүйесін, салт-дәстүрлерді, әдет-ғұрыптарды, даналық сөздер мен тыйым сөздердің тәрбиелік мәні жоғары үлгілерін сіңіретін де отбасы. Осы тұрғыдан отбасын ұлттық құндылықтарды қалыптастыратын, оларды ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп отыратын ұлттық мәдениеттің тіршілігі деп айтсақ қателеспейміз.